Сәлем достар, сіздермен бірге Индира. Бүгін мен сіздерге өмірімізде керекті 5 бағытты айтатын боламын. Яғни ол бірінші не? Бірінші денсаулық. Мен осында денсаулығыма қатысты барлық ақпараттардың бәрін жазамын. Екінші иман, рухани даму. Денсаулықсыз ештеңе керек емес бізге. Бізде екіншісі иман, яғни Алламен қарым-қатынасты реттеу. Оны да былай толтырып жазып алдым. Содан кейін үшіншісі ол қарым-қатынас, яғни бірінші өзімен қарым-қатынас және жанындағы адамдармен, туыстарымен, жақындармен қарым-қатынас. Үшінші былай балалармен қарым-қатынас, жолдасымен қарым-қатынас деп жазып алдым. Төртінші қаржы, яғни есеп жүргізу, бір затты алатын кезде өзіне 10 сұрақ қою деген сияқты, не үшін алатыныңды осыны былай жазып алдым. Және бесінші даму. Адам дамымаса ол артқа кетіп жатыр деген сөз. Яғни бір күн дамымай қалсаңыз, сіз бір жерде орында тұрып қалдым деген сөз емес, яғни сіз артқа кетіп жатырсыз деген сөз. Енді қараңыздар, осы бесеуіне мен жеке тоқталдым. Бұның әрқайсысын бір видео қылып жазатын шығармын. Себебі бәрін бір видеоға сыйдыру мүмкін емес. Және білесіздер, адамның фокусы қазір 3 секундқа азайып кеткен. Біз егер 3 секундтың арасында жаңағыдай бізге видео ұнаса қалып ары қарай көреміз, 3 секундта ұнамаса біз көрмейміз. Біздің фокусымыз барған сайын азайып, кішірейіп жатыр. Қазір мына ютубта да қарасаңыздар 2x-пен тыңдауға болады, және премиум пакетін сатып алсаңыз, онда 3x-пен тыңдауға болады, представляете? Енді қараңыздар, сондай қызық. Біздің фокусымыз барған сайын азайып жатыр. Мен осы барлық салаларды бөлек жеке қарастырдым. Бірінші бүгінгі қарастыратын тақырып ол денсаулық. Мен өзім денсаулығымды қазір аса қатты приоритет дейді ғой, ең маңыздыға қойдым. Себебі денсаулықсыз ештеңе болмайды. Ауырып жатсаң ештеңеге зауқың да болмайды, жасауға да ештеңе желание болмайды. Сондықтан бір жылда бір рет қаралып, скрининг жасап тұру деп жазып қойдым. Және біртіндеп ПП тамақтарға көшу. Менде артық салмақ бар, қазір 20 килограммдай. Мен қазір арылу үстіндемін. Оған дейін 93 килограмм болғанмын, қазір 83 килограммға түстім, 10 килограмм. Бұл мен үшін өте үлкен жетістік, себебі мен 4-ші балам босанғаннан кейін ұзақ уақыт арықтай алмадым. Депрессиядан шыға алмадым, сондай. Енді соны қолға алып жатырмын. Және біртіндеп ПП тамаққа өту, майсыз, майонезсіз, глютенсіз тамақтар. Мен оның бәрін жасау мүмкін емес, бірақ дегенмен үйреніп жатырмын. Және күніне бір қасық бал жеу. Бал біздің денсаулығымызға глюкоза береді. Егер біз глюкозаны алмайтын болсақ, біз тәтті жегіміз келеді, басқа бірдеңе ішкіміз келеді, сусындар ішкіміз келеді, кока-кола ішкіміз келеді деген сияқты бізді тартып тұрады екен. Және күніне 2 және 3 литр аралығында су ішу. Жаяу қозғалыс жүру, 10 000 қадам, мен оны жасап жүрмін. Мына ісіктердің бәрі кетеді екен, 10 000 қадам жасасаңыз. Физикалық активность дейді ғой, ол өте маңызды. Содан кейін жаттығу жасау. Менде бұдан проблема. Аптасына 3 рет деп жазып қойғанмын мына жерге, бірақ жасап жүрмін, шын айтайын. Бірақ енді жасау керек, келесі айдан бастап бұйырсам ақшамды реттегеннен кейін фитнес залға барсам ба деген ой бар. Содан кейін таңғы уақытта 30-20 минут серуендеу. Мен бұны кейде жасаймын, кейде жасамаймын, бірақ жасауға тырысып жүрмін тоже. Және ерте ұйықтаймын. Кей кездер болады, кеш жатып қалатын, бірақ 10 ба сағат 10-да ұйықтап қалуға тырысамын. Таңғы 5-те 6-да тұрамын. Сіздерге де соны кеңес беремін. Және күнімді жоспарлау. Күнді мен кешкі жақын жоспарлаймын, таңертең сол жоспар бойынша жүруге тырысамын. Тәттіні азайту, жемісті көбейту, кешкі 8-ден кейін ештеңе жемеу, 21:00-ден кейін 20-21:00-ден кейін сотка вообще қарамау, және интим гимнастика жасау. Вакуум жасау, фейс фитнес жасау. Бұлар мен әлі жасаған жоқпын. Вакуумды мен жасап жүрмін, бірақ фейс фитнесті жасаған жоқпын әлі. Бұйырсам қолға алам деген ой бар. Және артық салмақтан арылу. Менде 20 килограмм артық салмақ бар. Содан арылуым керекпін. Оған мен бірте келе жатырмын, 10 килограммнан арықтадым. Так, әр ай сайын 5 килограмм арықтауым керек деп нышқа жазып қойдым. Енді бұйырса ол болады деп ойлаймын. Содан кейін кешкі 6-тан кейін тамақ жемеу. 8-8-ден кейін тамақ жемеуге тырысу керек. Тәттіні азайту, спортты қосу, мучной жемеу, фруктыларды көбейту, пайдалы завтрак жасап үйрену. Және дұрыс демалуды үйрену. Біз дұрыс демалмаймыз. Соны үйрену керек, және көзге жаттығу жасау керек. Менің көзім -3-ге жақындады ғой деп, көзге жаттығу жасау. Шпагатқа отырып үйрену және тамақты уақытылы ішу, осанка жөндеу. Дұрыс жүруді үйрену, бүйтіп қисалаңдап жүрмей, дұрыстап жүруді үйрену. Және осанкамды жөндеу, дауыс қоюды үйрену. Мен осыларды жасағым келеді денсаулыққа қатысты. Кейбіреулерін іске асырып жатырмын, кейбіреулерін әлі жасаған жоқпын, бірақ жасау үстіндемін. Келесі тақырып ол иман, рухани даму. Оны келесі видеода айтатын боламын. Чао.